Assalamualaikum құрметті достар. Қойдың еті мен картошканы духовкада пісіреміз. Ал олай болса кеттік. Қойдың етін жақсылап тураймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен алдын ала турап қойғанмын. Видеоны көріп отырып лайк басып, комментарий жазып, YouTube каналға тіркеліп кетіңіздер. Бір поддержкаларыңыз болсын. Менің бірінші видеом. Бұл видеоны неге бір түрлі түсірді десеңіздер, бұл проба ретінде бірінші видео салып көрейін дедім. Халық қалай қабылдайтынына қарай. Еттің бәрі тура болған екен. Картошканы ашып, мен бір шық дегенде фокуспен мен бәрін алдын ала дайындап қойдым. Картошка тура боласыз. Одан кейін пиязды өзіңіздің қалауыңызбен кесіп аласыз. Пиязды турап болған екен, әркімнің өз қалауы бойынша приправалары алады. Мен алған приправаларым картошкаға арналған кориандр, паприка. Кориандрды етке алып себесіз. Одан кейін тұзды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша грамм деп граммда есепке алмаймын. Картошканы алып ыңғайлы нәрсеге саласыз да үстіне приправа себесіз. Мен приправаны для румяной картошки деген алдым. Бұның барлығы монтаж әрине. Пакет аласыздар да еттің барлығын салып, приправаларын бәрін араластырып, жақсылап араластырасыздар. Менің пакетім жатылып қалған соң, мен бұны табаққа салып араластырдым. Басында видеода одан кейін бұл видео не үшін жаман шыққан, неге бір түрлі түскен десеңіздер, бұл тек қана проба ретінде түсірген. Бұдан кейін жақсы качествода, жақсы жерде, жақсы фонда Алматының тауларында түсіруге сөз береміз сіздерге. Ана үстіп бәрін салып болғаннан кейін тұзын кішкене салып, бұл пакет жатылған соң мен шараға салып, үстіне лимонның суын сығып, ішімнің пысқанынан бұны балдарға беріп көрсетеді. YouTube'дан көрген бұл видеосы приколдарды. Үлкен балама бердім, дым әсері жоқ. Күніге жеп жүрген бала ұқсап, кішкентай балама беріп көріп, оның реакциясын қараңыздар. Реакциясын комментария жазып кетіңіздер, ұнады ма, ұнамады ма? Şimdi sana tағы беріп көрдім. Тоже сондай реакция бұда да. Арғай жалғастырайық. Үлкен балама тағы бердім, бұна ұдым чувства жоқ. Арғарай, помидор салдым, бәрін сөйтіп араластырдым. Бұл видео ұнамай қалған жағдайда ренжімеңіздер. Бұдан да күшті видеолар шығып жатса, бұл видеоны өшіріп тастаймын. Бұл лайфхак, тұзды қалай алу керек екен. Комментарий жазып, қолдап, қолпаштап, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне, духовкаға салдым, 270 градусқа қойып, екі жағында қыздырып, 90 минутқа қойдым. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться кнопкасын баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.